Көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап тапылды. Барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Лайк басқан қолдарыңыз табалтуларын қабырғаларын ұстасын. Ендеше біз бастадық. Ұлттық қор балаларға кәмелет жасына толмай қайтыс болған баланың ақшасын кім алады? Министр қандай шешім қабылдағанын мәлімдеді. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантеров көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап берді деп хабарлады Түркістан kz. Қуантеров тұжырымдама әзірлеген кезде дүниеден озған баланың жинағын ұлттық қорға қайтару туралы норма болғаннан кейін оның алынып тасталғанын мәлімдеді. Біз ұлттық қордың табысынан аударылған ақша ата-анасында қалады немесе өзге балалардың арасында бөлінеді деп шештік, деді ұлттық экономика министрі. Қуантеров балалар ұлттық қорда жинақталған қаржыны 18 жасқа толғаннан кейін қалай пайдалана алатынын айтты. Бала ақшаны кәмелеттік жасқа толғаннан кейін үй жағдайында жасартуға немесе білім алуға жұмсай алады, деді министр. Барша тезірек хабардар болу үшін видеорыңызды жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.